Ассалаумағалейкум достар, ютуберке жол 17 бөлімге қош келдіңдер. Бүгінгі видеоның тақырыбынан көріп тұрғандарындай, мен Благрашада өзіме жаңадан көлік сатып алатын боламын. Бүгінгі видео өте қызықты болады, так что чай және пешеналарыңды алып отырыңдар. Ал ендеше біз көп сөз видеомызды бастаймыз. Егер де менімен бір ойнағыларың келсе, опишнада тұрған ссылкаға өтіп, Благрашаны жүктеп алып, Владимир серверін таңдап, /promo деп жазып, активировать промокодты басып, /духа деп жазатын болсаң, саған өте кереметтей бонус беретін болады. Ал бізде достар, мында Хамид Ревенж деген бала маған номерный знактарды толтырып беріп жатыр. Бүгінгі видеоны көріп отырсаң, от души Хамид Ревенж. Мына баламен әзір-пәзір вагонға, мына грантаны, сосын доплата 3 миллион 400 мың сұрап, вагонмен обмен жасағалы жатырмын. Неге десеңдер, бұл вагонды мен скоро фамаға қосатын болам. Ал так что мен сондықтан осы көлікті алдым. Енді бұл вагонға, біз цветін ауыстыратын боламыз. Готовый цвета и қызыл түсті таңдаймыз. И все, бұны только фамаға қосу ғана қалды. Мына жақта балалармен строй жасап жатыр. Мында маған, Мирас деген бала ақша берген жатыр екен. Мирас Хана деген бала 100 мың рубль беріп жатыр. Бүгінгі видеоны көріп отырсаң, ал дұрысы Мирас. Видеоларым подаркаға толып кетті. В общем, Мирас Хана деген қайттан номерный знак беріп жатыр. 888 деген. Мына жақта Нұрда Пахан деген маған, трейд лақтырыш дейді, подаркым бар дейді. В общем, күтетін боламыз, не береткен. Так, мына, фермердің, алдыңғы Хэллоуиннің немелердің скиндарын, одеждаларын маған подарок етіп жатыр. Бүгінгі видеоны көріп отырсаң, от души Нұрда Пахан. Мына жақта мен немені фулит етіп жатырмын. Не складты қарасаңыздар, уже 100 бранжелі толтырып тастадым. Ты чё, Чироки что ли дегенде скинге бағасын ғой. И достар, мына жақта маған стандартный кейс берді. Алдыңғы видеоны көрген шығарсыздар, маған 600 блэккоин түсіп кеткен болатын. И мына жерде стандартный кейс қазір ашатын боламыз. И 650 блэккоин бар. Келесі блэкпасты мен сатып алатын боламын. И пропустить анимацию дегенді қайта басып, ырымын жасап, бір нәрсе қып түсіріп алайық, бір нәрсе. Так, и бізде ақша түсті. Неше 900 ба, 700 ба? 1 миллион, нормально. Аксай деген, мені қазір мына жерде несиелеп жатқан көретін шығарсыздар. Мен мына жерде қалай сен қалдым десеңіздер, мен анау стандартный кейстен, маған 1 миллион түскеннен кейін Казикқа барған болатымын. И Казикқа барғаннан кейін 4,5 миллион бар. Қалтамда негізі 5 миллион көтергенмін, 100 мың досыма бердім. И сосын 4 миллион 700 мың қалды. И мына балам мені скамить етіп кетті. Мен ананы ойладым. И мына жерден әдейі выйти деп бастым. Неге десеңдер, потому что, мен вообще миым қорқпай қалды мына жерде. Неге десеңдер, мұнаның аты, ПТС-ін қазір сұраймыз, ПТС перші деп айтаймыз. Қараңыздар, ПТС-та бізде BMW неме жеті, EOS деп тұр. Достар, мен сонда вообще тупить етіп қалғым мына жерде. И қазір қайтадан Чанжа Прап 331 деп жазамыз. И мынаны таңдаймыз Зазикті. И 38. Доплачиваете вы дейміз да, 4 миллион 900 мың деп жазамыз. И сол кезде осылай мені скамить етіп кетті. Бірақ маған 1 миллион қайтарып беріп, мынаған мен жалба тастаған болатымын. И сосын қайтадан 6 миллион 489 мың көтеріп алдым да. Мына қаладан, немені арбузикті сатып алып жатырмын. Бүгінгі видеода мен арбузикті сатып алатын болам. Бүгінгі видео өте қызықты болады, так что уже бітеді қазір видео. Так что шай пешеналарыңды алып отырыңдар. До конца чайларым бітіп қалып жүрмесін, тағы үй болыңдар. 6 миллион 400 мың, так, біз дұрыс дедік, атмен. И мынау енді алыс ойланып тұрмаса болды, енді күтіп, мынадай шаша кетесің да. И күтеміз, Алиша Селлер деп тұр. Оңтүстіктің балдары ғой. И күтеміз, мынау енді қабылдаса. Қабылдады. И бізде арбузикті сатып алдық. Рахметін айтып жүреміз.